Сәлем достар, сіздермен болған мен Жылзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы ауылдағы өмір бірінші бөлім. Бұл сериалды маған көп подписчиктерім жазған тұғын, ауылдағы өмір деген сериал түсірші, пожалуйста, өтінемін деп маған жалынған. Жарайды деп мен, яғни сіздердің айтқандарларыңызды орындап жатырмын. Менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, және де колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік! Айтпақшы Елдос, біз кетейін деп жатыр. Сол балаларды қайқа тастаймыз, біз сонда ақылдаспадық қой. Олар өздеріне қарай алмайды. Қалай жалғыз ұстап кетеміз оларды? Бір жерге, яғни апару керек. Қайқа апарамыз? Мені сұраған нес? Мен оны қайдан білейін? Сен анасы емессің бе? Оля, мен қақтан білем? Сен де әкесісің ғой. Ол тек қана менің балаларым ғана емес, сенің де балаларың. Есіңе салып қояйын. Жақсы, ауылға барайық та. Ата-әжелеріне ма? Олар бармайды да ғой, сиыр бар, мал бар деп. Барса барар, өзім көндіремін. Басқа қайқа апарады? Барат болды ауылға. Мінеки қыздардың да өздері келіп қалыпты. Келіндер месендерге ең алдымен шай құйып берейін. Шайларыңды ішіп алыңдар, қарындарың ашқан шығар, иә? Я, қарным қатты ашып кетті. Әпкеме тамақ берші десем, бермеймін дейді ғой. Неге бермейсің? Қарны ашыпты ғой сіңліңнің. Қойшы, мам, өзі ішіп алсыншы керек болса. Мен беруге міндетті емеспін. Не, өзің ішпейсің? Қыздар, қойындар болды. Сендерге айтатын бір жаңалығымыз бар. Я, айтатын бір жаңалығымыз бар. Енді қатты қорқып отырғанымыз. Не болды, мам, бап, қатты қорқып отырғандарыңыз не? Не жасырып отырсыздар бізден? Айтсаңыздаршы тезірек. Айтсаңшы, әкесі. Енді қалай айтсам болады екен? Біз мамаң екеуміз жұмысқа орай кететін болдық. Сендерді уақытша бір айға ауылға апарып тастайын деп жатыр. Ол жерде барлығы жақсы, уайымдамаңдар. Ата-әжелерің бар. Уақыттарың тез өтетін болады. Қалайша мен ауылда бола алмаймын? Жоқ, әке, сіз білесіз ғой мені. Мам, қалайша мен бармаймын ауылға? Ура, ауылға барамын. Неужели уақытымды? Ура, мен ояқта достарым бар еді еще. Күшті болды ғой. Ура, әке. Жақсы, онда мен барып жинала берейін. Кеттім. Уже жиналамыз ба? Я, бүгін кетесіңдер, сол енді біздің жұмыстарымыз шығып тұр анаң екеуміздің. Қалайша мен бармаймын? Фу, сиыр бар ояқта. Көрдің ба? Кәусар қызың бармайды ояққа. Ура, ауылға барамыз, өте күшті жаңалық қой мынау. Мә, ауылға барғым келіп жүреді. Мынауымды сеуіп алайын. Мә, қатты барғым келіп жатыр. Мыналарды салып алайын, әжеммен бірге осы рецепттерді істейміз. Мен дайынмын. Дайынсыңдар ма, қыздарым? Я, дайынмын мен. Қатты қуанып тұрмын мен. Мә, ауылға қатты барғым келіп жатыр. Ал мен вообще қуанып тұрған жоқпын. Мен вообще дайын емеспін ауылға баруға. Маған ұнамайды. Мам, сіз білуші едіңіз ғой. Әкеме неге айтпадыңыз? Мүмкін қонақ үйге барып тұрармыз. Нағашыларымыз үйде бар еді ғой. Ояқ бос емес, білесің ғой, жұмыс істеп жатыр. Сол үшін ауылға барып тұрасыңдар. Қызым қырсыға бермеш болды. Болды, енді сояқта таза ауа жұтасыңдар, ойнайсыңдар. Жүріңдер ендеше тезірек шығайық. Қалайсыз, әже? Мен сізді қатты сағынып кеттім ғой. Әкем ауылға барамыз дегенде мен қатты қуандым. Әже, атамды көремін дедім. Және де ауылды да қатты сағынып кеттім.
Достарым да бар еді осы жерде. Сіз қалайсыз? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, менде бәрі жақсы ғой. Қазір мен рецепттер әкелдім. Солармен тамақ істейміз, иә? Иә, тамақ істейміз. Қалайсыз, әже? Мен кіре берсем бола ма? Бөлмеме жайғасып, мына жер сасып кетіпті. Енді жиіркеніп жатырмын. Ол өзі сондай, әже, мән бермеңіз. Кәусәрді білесіз ғой енді. Иә, білемін. Ендеше мен де кіре берейін. Бөлмеме жайғасып, сосын рецебімді көрсетемін. Келіңдер, кіріңдер, не істеп тұрсыңдар? Қалайсыз, мам? Сәлем бердік. Көп жаса? Я, балам, не шаруамен жүрсіңдер? Сол әйеліміз екеуміз, яғни жұмыстан бір жерге, яғни бір компанияға барып қайтуымыз керек екеуміз. Соған жіберген, енді самолетпен ұшуымыз керек дегендей бір ай сояқта боламыз, ал балаларды сіздерге қалдырып кетіп отырмыз, бір айдан кейін алып кетеміз. Сіздерге болатын шығар енді, иә? Иә, бола береді, не дегенің? Ал папамыз қайда? Сол папа деген анау аяқта ғой. Жүрген шығар сол. Ойбай, миым қатып кетті ғой, ойбай. Жақсы, сізді шаршатып жібердік-ау деймін. Біз онда бара берейік, біз жолымыздан кешігіп. Жақсы, жолдарың болсын. Шай ішіп кетпедіңдер ме? Жоқ, керек емес. Шай ішіп келдік өзіміз, сізді әуретпей-ақ қояйық. Жақсы онда, жолдарың болсын. Рахмет, келеміз ғой. Ура, біз әже екеуміз осы рецепттермен, яғни тамақ пісіреміз осы рецепттермен. Кеттім. Ой, пісіре бер, саған ешкім пісірме деген жоқ. Той, мына жақта жуынатын бөлме бар ма екен? Үстім сасып кетті ғой. Мына духиді кім әкелген? Менің духиым ғой ше қымбат тұрады. Мына қыз әкелді ма тағы? Бірші, осыны үстіме сүйіп алайыншы. Болды. Негізі жуынып алу керек маған, әйтпесе біртүрлі болып тұрмын ше. Жақсы, барып жуынатын бөлме тауып көрейін, бар шығар мүмкін.